Армысыздар, құрметті оқырмандар. Қазақ поэзиясының аса көрнекті өкілі, халқымыздың дарынды ақыны, ұлттық әдебиетіміздің заңғар аспанында жарық жұлдызы, мәңгі сөнбес шамшырағы, ата даңқы кең жайылған Қасым Аманжоловтың туғанына биыл 110 жыл толып отыр. Осы мерейтойға орай Топар кенті кітапханасы Қасым Аманжоловтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынады. Қабыл алыңыздар. Күлемін де жылаймын, жылаймын да күлемін. Неге ғана бұлаймын, өзім ғана білемін. Өкінбеймін өмірге, босқа келген екем деп. Өкінемін бір күнде түк бітірмей кетем деп. Мен сүйемін өмірді, құшақтаймын жарымдай. Бірде болам көңілді, бірде тұрам қайғырмай. Білмеген жан өлерін, қайтып сүйер өмірді. Білмей қайғы келерін, қайтып болар көңілді. Дәл осыны түсінбес адамдар бар, не шара. Іші қуыс, сырты емес, тас бауырлы бейшара. Жылама сен, күл дейді. Күлсем және сенбейді. Қара тер боп тергейді. Неге күлдің сен дейді. Осындай дос көргенде қайтып қана шыдарсың. Ойлап келгенде күлерсің да жылайсың.